Ассалаумалейкум, сырмалы жайнамаз тігеміз. Ол үшін бізге ұзындығы 120, ені 80 болатын екі қызыл мата және де тура осындай өлшемдегі бір синтепон, 2,5 метр кружева, 2 метр шашақ немесе бахрома қажет болады. Және де түстес жіптер, бахромаға, қызыл матаға түстес жіптер қажет. Ең алдымен жайнамаздың беткі жағындағы матасын осылай жайып аламыз да, өзіміз қалаған формаларды сызатын боламыз. Мен осылай арғы басынан бергі басына дейін қиғаш қана сызықтардың түскенін қалап сызып алдым. Сіздер өздеріңіз қалаған формаларды сызсаңыздар болады. Осы сызыққа қарама-қарсы тағы да осындай қиғаш сызық түсіріп, ромбик немесе кубик тәрізді формаларды ең алдымен матамызға осылай сабынның немесе бордың көмегімен сызып суретін салып аламыз. Қажетті форманы сызып болғаннан кейін синтепонымызды осылай жаямыз. Оның үстіне манағы сурет салынған матамызды бір-біріне сәйкестендіріп бұрыштарын барлығын екеуі міндетті түрде бір-біріне сәйкес келу керек. Матаның көлемі қандай болса, синтепонның да көлемін тура солай өлшеп аласыздар. Енді матамызды тігу барысында синтепоны мен матасы бір-бірінен бөлек жылжып кетпес үшін әр жерінен осылай инемен бірінші міндетті түрде түйреп алатын боламыз. Және де матадағы сызықтың бойымен басталған және аяқталған бөлігіне закрепка беріп тігіп шығамыз. Мінекей мен осылай тігіп алдым. Тағы да бір ескерте кететін жайт, тігісті қай жақтан бастадыңыз, сол жақтан до конца тігіп аяқтаңыз. Мінекей тура осылай екінші басына дейін. Мына қақ ортасын тігіп болып матаны кері айналып екінші басынан қарай тігуге рұқсат бермеймін, себебі тігістеріңіз сүйкімсіз болып қалады. Бір-бірі мата бір-біріне сызықтары сәйкес келмей жиырылып қалады. Сондықтан қай жақтан бастадыңыз, до конца сол жаққа қарай тігіңіздер. Енді біз матаның түгін төмен қаратып, екі матаның да түгін төмен қаратып, оң жақ беттерін бір-біріне түйістіреміз осылай. Екінші матаны оң жақ беттерін бір-біріне түйістіріп, бұрыштарын сәйкестендіріп, міндетті түрде инемен түйреп алыңыздар, немесе көктеп алып сәйкестендіріп тігіп шығамыз. Ол үшін жайнамазымыздың аяқ жағы деп тапқан тұсымыздан бір қарыстай жерді қалдырып, айналдыра тігіп шығамыз. Сол қалдырған жерімізден тігілген бөлігімізді кері айналдырып шығаратын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп тігіңіздер. Мінекей осы жерде ашық қалған бөлікті аяқ жағындағы бір-біріне 1 сантиметрден қайырып ішкі бетіне машинада тігіп аламыз. Осылай тігіп алғаннан кейін мен мына сызғыштың ені менде 2,5 сантиметр, айналдыра жиегін осылай төртбұрышты етіп сызып алдым. Оны міндетті түрде инемен түйреп, машинкада айналдыра төртбұрышты етіп тігіп шығамын. Осы жерде ескертетін жайт, сіздерге әдемі көріну үшін осындай рамканы тесма орналастырып, яғни жылтыр жіппен де немесе әдемі бір өздеріңіз қалған кружевамен сондаймен безендірсеңіздер болады. Ең бірінші міндетті түрде суретті салып алыңыздар. Мінекей мен мына жерде бас жағы үшбұрышты болып дөңгеленіп иілген формадағы суретті салдым. Және де ол аралыққа мен қазір кружева тігетін боламын. Сіздер де өздеріңіз қалаған суреттің формасын салып алыңыздар, сосын барып қалаған жіппен немесе кружевамен сәндеп тіксеңіздер болады. Мінекей мен ортасындағы фонға кружеваны және де жиегіндегі екі ұзындығына осындай сары тесманы тігіп шықтым. Енді бізде қалған бөлігі бахромасын тігетін боламыз, яғни екі жағына да шашақты. Оны міндетті түрде өлшеп аламыз, екі жағынан да осылай. Жалпы мына енінен, жайнамаздың енінен әр қайсынан бер жағынан 2, әр жағынан 2 сантиметр артық етіп қиып аламыз. Себебі ол 2 сантиметрді қазір бір-біріне бахроманы ішіне қарай қайырып, жайнамазға бекітіп тігетін боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп мұқият қарап тігіңіздер.
бұл жерде біз мұқият қарасаңыздар бахроманың жиегінде мына өрнекті көріп тұрсаңыздар екі тігіс жүргізетін боламыз. Осы өрнектің бергі жағынан до конца бір тігіс және де қайтадан аяқ жағынан тағы да бір тігіс, яғни барлығы 2 рет бекітіп тігеміз. Екінші жағындағы бахроманы да тура осы әдіспен тігіп аламыз. Осымен біздің сырмалы жайнамазымыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Арнама жазылып, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.